Көктем тазалық айы. Қала мен ауыл елдің келбетін көркейтіп, жасыл желекпен жайқалту, көң қоқыстан тазалау жұмыстары өткен сенбіде де жалғасты. Бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күні акциясы аясында ұйымдастырылған шараға еңбек ұжымдары, жастар өкілдері белсене қатысты. Толығырақ журналист Лұқпан Елеудің бейнематериалында. Жер жаһанды түрлендіріп, көктем айларында қала мен даланың келбетін көркейтуге арналған жұмыстар кең көлемде атқарылады. Қашанда алғы шептен табылатын аға ұрпақ өкілдері бұл күні белсенділік таныта білді. Сенбіліктер түрлі атаумен жүзеге асырылатын болса, кезекті шара бүкіл қазақстандық ағаш отырғызу күні акциясы шеңберінде ұйымдастырылды. Сенбіліктер тұрғындардың туған жерге деген перзенттік сезімін көрсетуге арналған зор мүмкіндік. 2 апта бұрын облыс әкімінің шешімі бойынша осы 2 ай бойы бүкіл облысымыздың тұрғындары осы облысымыздың тазалығына және жасыл болып гүлденуіне барлығымыз еңбектенеміз деп сондай үндеу жариялаған болатын. Соған сәйкес әр сенбі, жексенбі сайын әр аудан орталықтарында, қалада осындай санитарлық тазалық жұмыстары және желектерді, жасыл желектерді отырғызу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Орал қаласы еліміз бойынша ауасы ең таза шаһары. Қоршаған ортаның өкпесі саналатын жасыл желек қорын толықтыруға ерекше мән беріліп отыр. Осы сенбілік күні де облыс орталығына түрлі көшеттер отырғызылды. Бұл ағаштар жалпы жергілікті жерде біздің тұқымбақтарда өсірілген, біздің ауа райымызға, біздің топырағымыздың жердің құнарлығына байланысты зерттеліп, сол жерлерге отырғызылған ағаштар. Сондықтан бұлардың жерсінуі, бұлардың өсіп кетуі жалпы жақсы болады деп есептейміз. Бұл күні қаланың қай бөлігінде де жұмыс қызу жүргізілді. Шаһардың шырайын келтіруге 19 мыңдай тұрғын қатысты. Бұдан басқа меншік иесіне қарамастан қаланың 600-ден астам ірілі ұсақты ұйымдары мен мекемелер атсалысты. Сонымен қатар жоғарғы оқу орындары және колледждердің студенттері қомақты түрде қолғабыстарын тигіз. Акция кезінде татар үйеңкісі, емен, қарағай сынды 5000 көшет түрлері егілді. Бұл жұмыстарға еріктілердің де еңбегі зор. Егу барда ағаштың жерсініп кетуімен күтіп баптау жұмыстары тағы бар. Әрине тиісті мекемелермен қоса тұрғындардың жанашырлығы керек екендігі рас. Күтім мәселесіне де назар аударған дұрыс сияқты. Себебі ол ағаштар егіліп, қазіргі таңда оның жағдайы қалай екенін біріміз білсек, біріміз білмейміз. Сондықтан құрметті жастар, біз ектік па, сол ағаштың өсіп өнуін, діңгегінің берік болуын және сол ағаштың гүлденіп жайқалуын қадағалағанымыз абзал. Біздің қаламыздың жасыл қала екендігіне бәріне мәлім. Соны одан сайын көркейтуге атсалысып жатырмыз өзіміз. Осы әр сенбі сайын қала жастары, жалпы Орал жастары осы сенбілікке шығып тұрады. Облыс орталығының қай бөлігінде де талапқа сай абаттандырылуы мен көгалдандырылуы ортақ міндет. Орал қаласына қарасты Сарытау ықшам ауданында да ағаш отырғызу жұмыстары жүргізіліп, мұндағы шараға да жастар өкілдері сүбелі үлес қосты. Мақсат жота етегінде орналасқан ықшам ауданды көктемгі су тасқынынан қорғап, қар тоқтату амалы болды. Сарытау шағын ауданында Гужин көшесінің бойымен 500 түп терек егізіліп жатыр. Бұл теректің егізу мақсаттары біріншіде елді мекендерге көгалдандыру болады, екіншіден де қыста қар ұстап қалу мақсатында жүріп жатыр. Қыстайғы көң қоқыстан арылған шаһардың шырайы кіріп, жасарып жаңғырды. Сенбілік барысында 648 текше метрдің қоқысы шығарылып, арнайы полигонға тасылып төгілді. Облыс басшысының тапсырмасына сай өткізіп жатқан сенбіліктер барлық аудандарда да ойдағыдай атқарылды. Ортақ мекеніміз Ақжайық өлкесінің одан әрі келбетін көркейту алдағы сенбіліктердің үлесінде. Лұқпан Елеу, Алмас Әдиетов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.